фотосурет деген не, және оның кәдімгі фотосуреттен айырмашылығы қандай? Көркем фотосурет өмірдің шын бейнесін сол күйінде беруді мақсат етпейді. Мұнда фотограф белгілі бір көркемдік мақсаттан туындаған ойын жеткізу үшін таңдап алынған, немесе сол үшін арнайы жасалған көріністерді суретке түсіреді. Көркем фотосурет жайлы тереңірек білгілеріңіз келсе, Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайындағы көрмеге келіңіздер. Керемет гаджеттер бар қазіргі заманда кімде болса өзін тым тәуір фотографпын деп санайды. Бір қарағанда оның еш қиындығы жоқ секілді. Смартфоныңды немесе айпадыңды алды, айналаңдағы көз қуантарлық көріністердің бәрін суретке түсіре бер. Суреттерің сезіміңді селт еткізіп, ойға азық, жүрекке жылу бере ала ма? Өмірдің мәні туралы ой сала ма? Нағыз фотосурет өнеріне қойылар талапқа жауап бере ме? Бұл енді басқа әңгіме. Шынын айтқанда, өмірдің күнделікті көріністерін көркем фотосуретке айналдыру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Германияның жас фотосуретшілері Виктория Биншток пен Михаил Шеферге тап осындай бақыт бұйырыпты. Фотосуретшілер соны ізденістермен, жұмыс істеудегі жаңа әдіс тәсілдермен ерекшеленеді. Бұл фотосуреттердің алматылық көрермендерге ұнайтыны анық. Мысалы, Шефердің бір топтамасы балалар портреттерінен тұрады. Суретші осы топтамасында сұлулықтың сағым іспетті екеніне меңзейді. Маған Виктория Бинштоктың телефондағы үшеу атты жұмысы өте ұнады. Бұл фотосурет 2004 жылы Токиода түсірілген екен. Ол кезде бізде ұялы телефондар мен ғаламтор жүйесі әлі кең тарала қоймаған еді. Бүгінгі күні бұл сурет бізге таңғаларлықтай болып көрінеді. Осы фотосуретті көргенде, шынымен де, осыдан 14 жыл бұрын бәріміз телефонға дәл қазіргідей әуес болып па едік деп ойлап қалатынымыз анық. Сурет көрерменге ой салады. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайындағы Биншток пен Шефер фото жұмыстарының көрмесін Қазақстан Гете институты мен мәдениет саласындағы халықаралық қатынастар институты және Германияның Алматыдағы бас консулдығы бірлесіп өткізді. Қазақстандықтарды Германияның заманауи көркем фотосурет өнерімен таныстыру мақсатында ұйымдастырылған көрме Еуропа фото өнерінің заманауи үрдістері, бағыт-бағдары қандай деген мәселеге де алматылық әріптестерінің назарын аударды. Гете институты мен мәдениет саласы бойынша шетелдермен байланыс институты біраз жылдардан бері көшпелі көркем сурет көрмесін ұйымдастыруды қолға алып келеді. Сонымен қатар шетелдермен байланыс институты Қазақстан жұртшылығын неміс өнерімен таныстыру мақсатында Германия суретшілерінің көрмелерін көбірек өткізуге тырысады. Әдетте тақырып аясы да, жанры да алуан түрлі болып келетін мұндай көрмелерде сәулет өнері, фотосурет, графика, көркем сурет бәрі қамтылады. Мәдениеті әр алуан елдердің арасындағы байланысты өрістету мақсатында қызмет етіп жатқан Гете институтының бұл көрмесі осы бағыттағы ауқымды іс-шаралардың бір бөлігі ғана. Маған Виктория Бинштоктың ана бұрышта тұрған жұмысы өте ұнады. Виктория ғаламтордағы фотосуреттерді пайдаланады. Онда автокөліктің түрлі түсті үлгісінің суреті салынған автошеберхана бейнеленген. Суретші бұл фотосуретті автошеберхананың ішкі жағынан түсірілген фотосуреттермен шебер үйлестірген. Бұл әдістің өзіне тән ерекшелігі, айрықша әсемдігі бар. АИФА шетелдермен мәдениет саласы бойынша байланыс институты көрменің негізгі бағыт-бағдарын айқындап, тұжырымдамасын жасаумен айналысты. Бұл өзі бас-аяғы жинақы ықшам көрме. Мұнда тек екі фотосуретшінің ғана жұмыстары қойылғанын көріп отырмыз. Әйтсе де, бұл суреттерді қазіргі заманғы өзге де суретшілердің фото жұмыстарымен үйлестіріп, біріктіруге де болады. Іс-шараны ұйымдастырушылар виртуалды әлемнің шындығын бейнелеуге бейім авторларды әдейі таңдап алған. Мұндағы көріп тұрғанымыз әбден көзіміз үйреніп қалған, күнделікті өмір шындығын сол қалпында бейнелейтін фотосуреттер емес. Авторлар әлемнің әр түкпірінен түсірілген фотосуреттерді іріктеп алғанда бір-бірімен қиюластырған. Кейбір жұмыстардың безендірілу тәсілі тіпті ерекше. Фотосуреттерге қарап отырып, сонда бейнеленген оқиғалардың ішіне кіріп кеткендей күй кешесіз. Неміс фотосуретшілері өз туындыларында бұқаралық ақпарат құралдарындағы кадрларды қазіргі заманғы фотосурет өнерінің озық әдістерін пайдалана отырып,
жаңа қырынан көрсетеді. Егер Михаил Шефер жаңалықтардағы және ойын-сауық бағдарламаларындағы көріністерді фотосурет тілімен бейнелеп талдау жасаса, Виктория Биншток жаңа арналардың және ғаламтор дәуіріндегі бейнелердің жасалу әдістері мен атқаратын қызметін зерттейді. Бір сөзбен айтқанда, Виктория Биншток пен Михаил Шефер фотосуреттері батылдығымен және өзгелерге ұқсамайтын дара қолтаңбасымен ерекшеленеді. Екі суретшіге де ортақ қасиет осылар. Көрмеге Флориан Эбнер мен Кристин Мюллер жетекшілік етті. Алматы тұрғындары мен қонақтары көрмені мұражайдың ашылу күндерінде 1 сәуірге дейін тамашалай алады.